Құрандагы сөздөр Кудайдын сөзүнө оксомойт. Биринчи факт сол. Экинчи факт. Кудай не себепті өзге өзің білмейтін, өзің түсінбейтін тілде Құдайға құлшылық жасатып қояды. Сен сонда тақпақ жаттап аласың да, тана кішкентай балаға жаттатасың ғой, А де, Б де деп, бірақ ол айтады, бірақ өзі түсінбей тұр да, не сөз екен, не екендігін. Тура сол сияқты тақпақ айтсаң, Құдай сонда соны қабыл ете ма? Ол қандай Құдай? Үшінші факт. Неге менің туған жерім, мені кіндік қаным тамған жерім нен сенің анау араб даласындағы чөл жазирадағы Қағба, Мекке, Медина артық болу керек. Төртінші факт. Мені 9 ай көтеріп, толғатып, жанын салып, кейбір аналар өзінің ұрпағы үшін жанын туыт басында қайтыс болып кетіп жатқан аналар бар. Сондай қиындықта 9 ай көтеріп, толғатып жүріп тапқан менің ата-анамнан не себепті сенің анау араб даласынан шыққан пайғамбар артық болу керек? Значит, бұл Құдай емес. Бұл Аллахтың түсінігінде, арабтардың түсінігінде Құдай. Ал қазақтың түсінігінде Құдай ол басқаша. Қазақтың түсінігінде Құдай мынау. Ең бірінші ата-анаңды, басқа ата-анаңды жақсы көруің керек. Даже керек болса Құдайдан да артық жақсы көру. Құдайыңды сыйла деген қазақ, ата-анаңды. Міне қазақтың Құдай тануы. Одан кейін өзіңнің туған жеріңе, кіндік қаның тамған жеріңе еңбегің сіңсін. Ең қасиетті, ең жер ол қазақтың әрбір, мысалы Атырауда туғандар, Атырау өзінің туған жері ең артық, Мекке, Мединенен артық. Қазақ даласында қай жерде туылған қазақ болса, сол дала Мекке, Медина болсын, Нью-Йорк болсын, маған десең, Еуропа болсын, сол жерден артық. Ал қазақтың түсінігінде Құдай. Құран, шариғат, Құдайдың заңы деп жүрсе, жоқ, қазақ оны олай түсінбейді. Қазақ Құдайдың заңы ол табиғат заңы деп есептейді. Табиғаттағы мынау жасап жатқан ортаға қарай үйлесіп өмір сүру. Оның әр нәрсенің өзінің энергиясы бар деп есептейді. Судың энергиясы бар, судың Құдайы деп бұрындар не үшін айтты? Одан кейін тау, тас, құрт, құмырсқа, бақа, шаяңға дейін қадірлеген. Сол табиғатқа қиянат жасамай, малды теппе, қасиет атады деп әртүрлі ұғымдармен қазақтың түсінігінде Құдай сол. Міне, түсіндің ба? Әр нәрсенің өзінің несі әруағы болады деп есептейді. Әр нәрсенің әруағы болады. Рухы болады. Рух деген энергия ғой. Әруағың, ал енді әруағын сыйлай білмесең, қасиетті итті теппе, малды, итті басқа ұрма, малды теппе, әруақ ұрады деп балаларын сөйтіп тәрбиелейді. Өйткені итте ол жан иесі, жанашырлық. Аңға шықса да қазақ аңға шығып ұрпағын бағып отырғанның өзінде аш отырса да көктемде не себепті асқан құтқан тамақтан бүйтіп наурыз көже жасайды, әртүрлі нелерден жинап. Өйткені сол жерде өзінің несін тияды, тамағын азайтады. Өйткені көктемгі уақытта малдар төлдейді, аңдар төлдейді. Ол кезде қазақтар аңға шықпаған. Міне қазақтың түсінігінде Құдай сол. Шежіре заңын сақта, дәстүріңді, тарихыңды, тіліңді сақта. Міне қазақтың Құдай ұстану жолы сол, табиғат заңы.